бүгін біздер үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Егер каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балмұздағымыз өте дәмді, керемет, ауызда еритін болады. Ол үшін бізге творожный сыр керек болады, сливки және сахарный пудра. Ең алдыменен ыдысымызды аламыз, оған сливкиімізді құйып аламыз. Сливкиімізді құйып болғаннан кейін жақсылап миксерменен араластырамыз. Миксерімізбен араластыра отырып, үстіне аз-аздан сахарный пудрамызды саламыз. Оны араластырып болған соң 1 сағат холодильникке жібереміз. Холодильниктен алғаннан кейін оны және тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне молокомызды аз-аздан құйып отырып, және тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Молокомызды аз-аздан тағы да қосамыз. Миксерменен және тағы да араластырамыз. Енді оны өзімізге ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Ыдысқа құйып болғаннан кейін өз қалауымызша шоколад қосамыз. Мен 20 грамм шоколад қостым. Сіздер де қалаңызша қоссаңыздар болады. Оны жақсылап араластырамыз. Біркелкі араластырып, оны холодильникке жібереміз 2 сағатқа. Егер де каналым ұнап жатса, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей көрермендер, балмұздағымыз дайын болды.